Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай сыртқа арналған аяқ киімді тоқуды үйрететін боламын. Менде бұл жолы осындай подош, осындай табанға тоқимын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша басқа табанға тоқсаңыздар болады. Мен қазір біреуін тоқыдым, енді келесісін сіздерге тоқып көрсететін боламын. Менде осындай жіп. Бұл жіппен сумка тоқуға болады, сыртқа киюге кроссовкилер, осындай аяқ киімдер тоқиды. Бір мотогынан осындай аяқ киімнен екеуі шығады. Ендеше бастаймыз. Дәл осылай теңестіріп аламыз. Қай жерден басталған болса, сол жерден келесі аяқ киімді бастайтын боламыз. Осылай қойып теңестіріп алайық. Менде дәл осы жерден осы дайын петлялардан осылай жібімізді шығарамыз. Қысқа жіп осылай арасында қалып кету керек. Енді бізде осы әр петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Ең алғашқысын осылай көтеріп аламыз бір петля. Бір петля көтереміз. Тура дәл сол жерге екінші столбик без накида. Міне, осылай тоқимыз. Қысқа жіпті осылай арасында қалдырыңыздар. Енді келесі петляға дәл солай столбик без накида. Екіншісі. Енді келесі петляға менде крючок номер 2. Бір, екі. Келесі петляға бір, екі. Енді дәл осылай осы жерге дейін айналдырып столбик без накида тоқып келеміз. Ендеше ары қарай өздеріңіз осылай айналып, осы жерге дейін, тура осы жерге дейін тоқып келіңіздер. Бұл бізде бірінші қатар столбик без накида деп айтылады. Келесі қатарда кездескенше. Қатарды аяқтадым, міне, екі жағы бірдей, осылай өлшеп аласыздар. Осылай өлшеп аламыз. Осылай айналдырып, столбик без накида тоқып келдім. Енді келесі қатарын бір петля көтересіздер жоғары қарай, бір тізбек. Осылай айналдырамыз. Келесі қатар бізде столбик без накида болады. Осылай орайсыздар. Мұна жандағы, тура жандағы емес, одан кейінгі петлямызға
кіргіземіз. Столбик сына кидім. Крючокта бізде 3 жіп. Соның екеуінен бірге өткіземіз. Тағы да екеуінен бірге өткіземіз. Тағы да ораймыз. Келесі петляға. Мына крючокта 2 жіп. Екеуінен бірге. Тағы да қалған екеуінен бірге. Бізде келесі қатарымыз осылай тоқылады. Осылай тоқып кете бересіздер. Бұл қатар енді бізде қай жерге дейін тоқылатынын қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Бұл қатарды біз айналдырып тоқымаймыз. Осылай шығады. Столбик сына кидім. Бұл қатарды көрдіңіздер ғой? Басы ашық қалған жер осы жерге дейін. Өзіміз басын қанша ашық қалдырамыз, сол жерге дейін тоқитын боламыз екінші қатарымызды. Менде қазір ортада қанша петля қалғанын санайтын боламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Негізі 19 или 20 қалу керек. Егер бас жағын кең қылам десеңіздер, 20 қылсаңыздар болады. Мен қазір ортада 19 қалды. Ендеше екінші қатарымыз бізде столбик сына кидім. Өте ұзақ видео болып кетпеу үшін мен сіздерге осылай бір-екі рет түсінікті болу үшін көрсетем. Ары қарай өздеріңіз тоқисыздар. Егер бәрін бірге сіздермен тоқысам, білесіздер, ұзақ болып кетеді уақыты видеоның. Мен өткен сабағымда үйге киетін аяқ киімді тоқып үйреткен болатынмын. Өткен сабақта үйге киетін аяқ киім тоқып көрсеткен болатын едім. Егер көрген болсаңыздар, сыртқа киетін аяқ киім осы жақ бірінші, екінші, үшінші қатарлары тура солай тоқылады. Мына жақтары енді басқаша тоқылады. Оны сіздерге көрсететін боламын. Қазір біз осы екінші қатарымызды осы жерге дейін тоқып шығайық. Енді екінші қатарымыз столбик сына киді. Тоқып шықтық. Енді бізге келесі қатар. Тағы бір петля жоғарыға көтерілеміз. Айналдырып, енді столбик без накида тоқимыз әр петляға. Кіргіземіз келесі петляға. Жібімізді шығарамыз. Крючокта 2 жіп. Содан бірге шығарамыз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Келесі қарама-қарсы жағын осы қатарды тоқып болған соң көрсететін боламын. Қазір столбик без накида тоқып шығасыздар. Қатты тартып тоқудың керегі жоқ. Кішкене осылай тоқисыздар. Қатты тартып тастасаңыздар болмайды. Соңына дейін столбик без накида. Екеуінен бірге бастырып осылай. Осы жерін қаншалықты кең болғанын қалайсыздар. Кішкене жағы биіктеу болған соң енді аяқ алдаға қарай кішкене еңкейіп тұрады, сол үшін. Былай петлялары 19. Енді қазір біз дәл осы жерін тоқитын боламыз. Ортада 19 немесе 20 петля қалу керек. Оны түсінікті деп ойлаймын. Енді мына жерде қазір мен көрсетем. Менде 38 размер, 37-ге тоқып отырмын. 1, 2, бос тізбектер. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Осылай тұрады. Енді
бос тізбекті оқыдым. Мына жақтан ең бірінші петляға кіргіземіз көшімізді. Жұмысшымызды шығарып тоқымаймыз. Мынадан да бірге шығаратын боламыз. Осылай шығарып аласыздар. Дәл осы жерге енді маркерімізді қоямыз. Көчөкті алдық. Міне. Осылай тұру керек. Енді жұмысшымызды мына бетке алып өтеміз. Осылай өлшеп, тура осымен бірдей болу керек. Ұстап аламыз. Бірінші петля кетті. 1, 2, 3. Үшінші петлядан кіргіземіз. Жұмысшымызды шығарамыз. Өлшеп аласыздар, қатты кең болмау керек и тартылып қалмау керек. Менде осылай. Бір петля тоқимыз. Енді бізде столбик с накидом. Күршімізға жіпті ораймыз. Ең алғашқы петлядан кіргіземіз. Жұмыс жіпімізді шығарамыз. 3 жіп. Екеуінен бірге. Бізде осы жерден енді 12 рет тоқимыз. Біріншісі кетті. Келесі. Кіргіземіз. Жұмыс жіпімізді шығарамыз. Кешіріңіздер. Ораймыз, кіргіземіз. Келесі петлядан жұмыс жіпімізді шығарамыз. Екіншісі. Мен 2 тізбек тоқтым. Үшінші. Осылай соңына дейін тоқимыз. Мына жерден, қай жерден көзі кіретін жер көрініп тұр, міне, мына жерден 5-ші, 6-шы деп кете бересіздер. Менде қазір 4 болды, енді 5-шісі. 6-шысы. 7-шісі. 8. 9. 10. 12 петля тердік қой, бос тізбектер. Сол тізбектерге тоқып отырмын, сол үшін 12 болу керек. Жұп болған дұрыс. 11 мін бізде. 10 болды бізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 болды енді. 11. 11. 12-ші. Дәл. Менің маркердің жанынан. Осы жерін қайтадан көрсетіп жіберейін. Ораймыз. 12-ші кіргіземіз. Жібімізді шығарамыз. Бізде 3 жіп. Енді маркердегі жіптен. Маркердегі петляға кіргізесіздер. Сөйтіп жіпті орайсыздар тағы да. Шығарамыз маркерден. Мына жақта 2 жіптен бірге. Бір жіптен шығардық маркердегі. Маркердегі жіптен шығардық. Екінші жіптен. Үшінші жіптен шығарамыз. Бізде 2 жіп қалады. Енді тағы да бір рет тоқимыз. Болды. Маркер. Әр қатардың соңында маркерімізді қойып отыратын боламыз. Енді осылай шықты. Енді мына жағында тағы да 1, 2, 3 петляға кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, екеуінен бірге шығарып, тағы да сол жерге маркерімізді қоямыз. Тағы да жұмыс жібімізді былай қарай алып өтеміз. Тағы да өлшейсіздер. 3 петля санаймыз. 1, 2, 3 петляға кіргіземіз. Ортада 2 петля қалады.
Жібімізді шығарамыз, жұмыс жібімізді. Өлшеп алыңыздар қайтадан. Тағы да бір петля тоқимыз. Келесі қатарымыз енді бізде былай болады. Бізде енді екінші қатарымыз. Дәл солай столбик накидым. Мына жерде ашықтық тұр ғой. Ең алғашқы петлямыз сол жерге тоқылады. Бір жерге екі рет тоқимыз. Жұп болады. Бір, екі. Бізде столбик накидым. Бір петля қалады. Келесіне. Бір, екі. Ортада бір петля тастаймыз. Бір, екі. Ортада бір петля тастаймыз. Бір, екі. Тағы да ортаға бір петля тастаймыз. Бір, екі. Бір жерге екі рет столбик накидым. Бір петля тастаймыз. Бір, екі. Маркердің жанына дейін тоқитын боламыз. Бір петля тастаймыз. Бір, екіден тоқып кете береміз. Енді екі қатардың ортасына, екі петляның ортасына екі петляны қалдырасыздар. Мына жерге тағы екеу, мына жерге екеу, мына жерге екеу. Дәл осылай жұп-жұптан соңына дейін тоқитын боламыз. Енді мен соңғы қатарды тоқып жатырмын. Соңғы қатарымды. Қазір бізде ең соңғы бекітпе қатарымызды көрсететін боламын. Осылай тоқып келеміз. Екі петля тастап, екі петля столбик накидым. Менде әлі маркерім бар. Соңғы қатарын біткен соң маркерді алып тастаймыз. Маркерді осы соңғы қатар аяқталғанша қолданатын боламыз. Соңғы петляларға келдік біз. Ең соңғы маркеріміз тұрған. Ең соңында маркердегі петлядан кіргізіп тоқып жіберемін.
береміз. Енді тағы да бір айта кетейін дегенім, егер осылай екі петля тастап, сіздерге айтайын дегенім, екі петля тастап, үшіншіден тоқып келе жатқанда, егер осы екі жағы бірдей болмай қалса, осылай, мысалы, біреу былай болып қалса, мына жақ қисық болса, мына жаққа, мысалы, мына жақ кішкене алды, мына жақ кішкене артта қалып қалса, мына жаққа 4 петля, 3 петля қалдырып, төртіншіден мына жақтан 2 петлядан тоқып жіберсеңіздер, екі жағы бірдей болып кетеді. Ең маңызды бізде бірдей болу керек сандар, осы қатарлар бізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Менде ең маңыздысы осы 7 қатар. Мынаумен қосқанда 8. Ең соңғы қатарымызбен қосқанда 9 болады. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мынаумен 8. Ең соңғымен 9. Мұнымен де дәл солай болды. Мына жақта 4 петля қалды. Мен төртіншіден біріктіремін. Білінбейді ешқандайда. Өйткені енді біз ешқандайда тура дәл бірдей қылып тоқу оңай емес енді. Есеппен болса оңай болады. Осылай 4-ші петляға мен қосып жіберемін. 4 петля қалған, өйткені бір жағында. Осылай тоқыдым. Енді ең соңғы қатарды да дәл солай жібімізді мына жағына алып өтіп өлшейміз. Өлшеп аламыз. Жұмыс жібін енді біз осы жердегі петлядан кіргіземіз. Жұмыс жібін аяқ киімнің өзіндегі петляға кіргізіп, күршекті жұмыс жіпті шығарамыз. Жұмыс жіпті шығарамыз. Осылай өлшеп алайық. Осылай. Бір петля көтереміз. Енді әр петляға столбик без накида. Бір петля көтереміз. Енді каждый петлядан осылай әр петляға тоқитын боламыз. Бізде бұл 9-ші қатар. Яғни ең соңғы қатарымыз. Ең соңғы қатарымыз осылай тоқылады бізде. Каждый бір петляға тоқып шығатын боламыз. Осылай соңына дейін тоқимыз. Ең соңғы. Осы маркердің жанында петляға барғанда, маркердегі петляны қосып тоқып жібереміз. Осылай тоқи беріңіздер. Осылай соңына дейін тоқып, ең соңында осы табандағы петляға біріктіреміз. Маркердің жанына келдім мен. Жұмыс жіпті шығардым. Енді маркердегі жіпті кіргіземін. Осылай шығарамыз бірге.